Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 127 сабақтың тақырыбы сан есім. Сабақтың мақсаты: мәтін түрін анықтаймын, дерек көздерден қажетті мәліметті табамын. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. 28-ші жаттығу: өлеңді мәнерлеп оқы. Жетелесіп, қолдасып, шықтық сел еруенге, қырқанақ асып, жондасып, жүрдік еңіс өрменде. Ауыл қалды жырақта, жұбымызды жазбадық. Аунап жасыл құраққа тау қойнауын шарладық. Өлең не туралы, оған ат қой. Ауылда жасаған серуендері туралы айтылған өлеңде, оған ауылға саяхат деген атау беруге болады. Бұл сипаттау мәтіні ме, әлде әңгімелеу мәтіні ме? Әңгімелеу мәтіні. 29-ші жаттығу: сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп жаз. Құрметті оқушылар, берілген сандарды сөзбен жазып, өлеңді көшіріп алыңыздар. 30-ші жаттығу: жаңылтпашты жатқа айт. Алакөл, Даракөл. Алакөлді қара көр, ал ол көл мөлдір көл. Алакөл туралы білгеніңді айт. Алакөл Алматы мен Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан суды су қоймасы. Бұл көлдің суы ежелден бері өзінің емдік қасиеттерімен белгілі. Ол балыққа бай. Бұл көлді алабұға, салпы ерін, көксерке, сазан және мүңке балықтары тіршілік етеді. Көлдің ұзындығы 104 км, ені 52 км, ең терең жері 54 метр. Үлкендерден сұра, дерек көздерден мәлімет ізде. Өзің Алакөлге барып көрдің бе? Ол саған ұнай ма? 31-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті сан есімдерді қойып жаз. Жандос 8 жаста, атасы 65 жаста. Жандос 2-ші сыныпта оқиды. Ол атасымен жайлауға барғанды ұнатады. Сан есімдердің қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. 8 жаста, 65 жаста, 2-ші сыныпта деген сөздер. Сан есім және де ол сан есімдер осы жаңағы аталған сөздермен байланысып тұр екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.